Барлығына сәлем. Бүгінгі келесі видео сабағымыздың тақырыбы ұқсас үшбұрыштар. Жалпы осыған дейін өзара тең үшбұрыштар туралы видео жүктелген болатын YouTube'ға. Соның сілтемесі осы видеоның астында болады. Себебі бұл ұқсас үшбұрыштар мен өзара тең үшбұрыштар жалпы өзара тығыз байланысты тақырыптар геометрияда. Себебі біз өзара тең үшбұрыштарды қарастырған кезде үш сипатына байланысты қарастырған болатынбыз. Яғни үш сипаттың біреуі орындалатын болса, үш ереженің біреуі орындалса, онда үшбұрыштарды тең деп айтуға болатын. Енді есімізге түсіретін болсақ, және біз оларға ерекше атаулар берген болатынбыз. Мысалы, егер екі үшбұрыш үш қабырғасына байланысты тең болған болса, мысалы, былай, бізде бірінші ереже осындай болған. Яғни мынандай қабырғалары тең, сәйкес қабырғалары тең. Осындай сәйкес үш қабырғалардың үш жұбы да тең болатын болса, онда біз айтқан едік, бұл үшбұрыштар теңдігінің бірінші ережесі деп. Осы бірінші ережеге байланысты біз осы ереже орындалған болса, онда екі үшбұрышты тең деп айта алатын едік. Бұл бірінші сипат болатын. Ағылшынша сайд деп айтылады, яғни қабырға дегеніміз. Және бұны ағылшынша атауы, бұл сипаттың атауы SSS. Яғни side, үш қабырғасына байланысты тең болған кезде. Енді мынаның бәрін қазір уақытша өшіріп. Екінші ереже осындай ереже болатын. Екінші ереже бойынша, егер де бізде екі үшбұрыш бар болып, және сәйкес қабырғаларының екі жұп қабырғалар тең болып, және олардың ортасындағы бұрыш тең болатын болса, ол осы екінші ереже бойынша да біз екі үшбұрышты тең деп айтылатын едік. Бұл екінші ереже. Ағылшын тілінде бұрыш дегеніміз angle, яғни А әрпіне басталады. Сол себепті мына ереженің ағылшынша қысқартылған атауы ол SAS. Біріншісі SSS болды, екіншісі SAS, және үшіншісі бар бізде. Яғни үшінші сипаты мынандай болатын, екі бұрышы тең, сәйкес бұрыштары. Және оларды байланыстырып тұрған қабырға. Екі қабырға бір-бірімен тең болса, онда бұл үшінші ереже. Ағылшынша атауы өздеріңіз байқап отырғандай, барлығы түсініп қойған шығар уже. ASA. Яғни angle, side angle. Екі бұрышы бір қабырғасына байланысты. Осы үшінші ереже арқылы біз екі үшбұрыштарды тең деп айта алады екенбіз. Енді былай қарап отырсақ, жаңа осыған дейін қандайларын қарастырдық. SSS болды бізде. SSS. Одан кейін SAS болды. Қарап отырсақ, тағы да бір енді былай ойлап қарайтын болсақ, төртінші вариант бар да. Ал егер 3A, яғни angle, үш бұрыштары тең болса, екі үшбұрыштың сәйкес үшбұрышы өзара тең болса, онда қалай болады деп. Бұл бізде үшбұрыштардың теңдігінің сипаты бола ма деген сияқты. Негізінен бұл жеткіліксіз, бұл екі үшбұрыштың тең болуына жеткіліксіз жағдай, жеткіліксіз шарт. Және осы жерден біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы шығады екен, міне ұқсас үшбұрыштар деген. Ұқсас үшбұрыштар деген тақырып шығады осы жерден. Енді жаңа тақтаға ана жаққа жазайық. Мысалы, елестетейік, бізде бір осындай кез келген бір үшбұрышты ала салайық. Мысалы, осындай бір ең обычный, самый обычный бір үшбұрышты қарастырайық. Бұл үшбұрыштың, яғни былай елестетейік, енді біз бұны кішірейтіп үлкейтеміз. Яғни осындай бір күш бар деп ойлайық бізде. Мынаны аламыз да, қазір біз осылай кішірейтсек. Кішіреткенде қалай кішірейтеміз? Мына бұрыштарын сақтай отырып. Мысалы, мына бұрыш мына бұрышқа тең болатындай. Мына екі бұрыш тең болатындай. Өстіп бұрыштарын сақтап отырып кішірейтеміз. Немесе оны мына жақтан тағы үлкейтсек болады. Мысалы, былай. Мен үлкейтейін. Бұл жерде де мына бұрыштардың теңдігі сақталып тұр. Бұрыштардың теңдігі сақталып тұр. Және былай қарап отырсақ, шынымен де angle-ға, яғни сәйкес үшбұрыштардың теңдігі де орындалып тұр. Бірақ көріп отқанымыздай, бұл үш үшбұрыш бір-бірімен ешқалай тең бола алмайды. Яғни біреуі екіншісінің ішінде тұр, екіншісі үшіншісінің ішінде. Бұл үшбұрыштар бір-бірімен тең болмайды. Мынау бірақ ол нәрсе орындалып тұрғанның өзінде. Бірақ негізі бұл да осы жағдайдың өзі
ерекше бір тақырып геометрияда, ол қозғалып отырған ұқсас үшбұрыштар тақырыбы. Ұқсас үшбұрыштарға байланысты ең маңызды айтып өтетін нәрсе ол егер біз бізде бір екі үшбұрыш бар деп есептейік, мысалы өзара бұрыштары тең. Мысалға біреуі бірақ екіншісінен біршама үлкен болсын. Осылай қарастырайық. Мына жақта бізде бұрыштарды альфалар арқылы белгілейік. Мына жерде бетталар болсын. Мына жерде бетта, мына жерде гамма және гамма. Бүйтіп, мына жаққа енді бұрыштарына осындай аттар берейік. А бұрышы болсын, мынау А1 болсын. Мына жерде Б болса, мына жерде Б1 болсын. Мына жерде С болса, мына жерде С1 болсын. Екі ұқсас үшбұрышты біз жазатын кезде, яғни белгілеп жазатын кезде, аналитикалық жолмен жазатын кезде, ол былай болады. Мысалы, бірінші үшбұрышты біз осылай жазатын болсақ, яғни үшбұрыш А, Б, С деп жазатын болсақ, онда біз мына жаққа осындай белгі қоямыз. Мынандай белгі, яғни тең деген емес, осындай ирелең деген, осындай белгі қоямыз. Сосын мына жағына жазамыз, екінші үшбұрышымыз. Егер мына жақта альфа бұрышы А бұрышына сәйкес келетін болса, онда мына жақтағы альфа бұрышы А1 бұрышына сәйкес келіп тұр. Біз бірінші А1-ді жазамыз. Екіншісі Б бұрышына бета сәйкес келіп тұрса, онда екінші үлкен үшбұрышымыздағы бета бұрышына сәйкес келіп тұрған Б1 бұрышын жазуымыз керек, және үшінші етіп С1-ді жазамыз. Яғни мына ретті жоғалтып алуға, қате жазуға болмайды. Себебі біз мына үшбұрыштарға өзара ұқсас, үшбұрыштар туралы есептер шығарған кезде біз қазір маңызды есептер болады. Сол кезде нақты көрінеді, неге осылай істеуге болмайтын. Бірақ мына ретті сақтау өте маңызды. Мысалы, егер біз керісінше ретте жазған болсақ, мысалы үшін былай деп алсақ, осылай деп елестейік, яғни біз А, Б, С емес, мысалы, С, Б, А деп жаздық деп елестейік. С, Б, А деп жазған болсақ, онда мына жаққа біз сәйкесінше бірінші С бұрышы тұрса мына жақта, онда мына жаққа С1 түсу керек. Дәл солай мына жаққа Б1 және мына жаққа А1. Және айтқандай, мына нені ретін шатастырып алуға болмайды. Себебі есеп шығарған кезде есеп қате басқаша шығып кетеді. Яғни есеп дұрыс шықпайды ол кезде. Енді қазір біраз мысалдар қарастырамыз, сол кезде ол нақты көрінеді. Міне бізге мынандай есеп берілген екен. Е нүктесі АБЦ үшбұрышының АС қабырғасында ЕС бөлу АЕ тең 2 болатындай етіп алынған. Д нүктесі еді АБ қабырғасына параллель болатындай етіп алынған. Егер еді бөлу едінің, яғни өлшемі 4/3 болатын болса, онда АБ қабырғасын табыңыз деген екен. Енді бүйтіп асықпай, әдемі етіп осы нені құрастырайық үшбұрышты. Кез келген үшбұрышты аламыз осылай. Атысы қабырғасында алынған, демек атысыны былай алайық, мынаяқтан А1-ны алайық. ЕС бөлінген АЕ. Демек Е нүктесін алған кезде ЕС бізде АЕ-ден 2 есе көп болу керек. Демек шамамен Е нүктесі шамамен осы жерлерде болады. Енді Д нүктесі АБ қабырғасына параллель болатындай етіп алынған. Д нүктесі АБ-ға параллель болатындай. Демек Д нүктесі бізде БЦ-да жатыр, АБ-ға параллель болу үшін. Нәрсе жаңа жазылмай қалыпты. Мына екіне қабырғаға параллель болатындай. Демек Д нүктесі бізде мына жерде. Егер еді 4/3 болатын болса, онда АБ қабырғасын табыңыз. Енді ең бірінші мына жерде біз параллель қабырғалар көріп тұрғаннан кейін бірден тең бұрыштарды осылай белгілеп алайық. Мына жер альфа болса, мына жер альфа. Мына жер бетта деп белгілеп алайық. Демек мына жер дәл солай бетта болады. Яғни бірден көзімізге түсіп тұр, қай екі үшбұрыштың өзара ұқсас екені, себебі мына С бұрышы екеуіне де ортақ. Демек біз қазір екі үшбұрышты, екі өзара ұқсас үшбұрышты жазып алайық. С, Е-ді үшбұрышы бізде ұқсас қай үшбұрышқа? Бірінші С-ны жазамыз қайтадан. Мына жақта біз Е-ні жазған екенбіз. Демек мына жаққа А-ны жазамыз. Екінші етіп ортада А тұрады. С, А-Б. Яғни осы екі үшбұрышты осылай дәл осындай ретпен жазуымыз керек. Енді өзара үшбұрыштарға тең, өзара ұқсас үшбұрыштар болған кезде бізде мына осылай жазып болғаннан кейін осыларға байланысты, осы екі үшбұрышқа байланысты мына келесі теңдіктер орындалады. Бірінші С-ны аламыз, мына жақтан С-ны аламыз. Яғни осылай жұп-жұппен.
CE бөлінген CA бізде тең болады ED бөлінген AB. Яғни мына екеуін алып отырмыз, және бұл тең болады міне CD бөлінген CB. CD бөлінген CB. Міне, егер біз жаңа не үшін айттым, бұл өте маңызды деп, егер біз мына нәрсені, яғни CED-ге сәйкес етіп CAB емес басқаша етіп жазғанымызда, онда біз мына теңдіктер жазған кезде біз қателесетін едік. Яғни мына теңдіктер олар орындалады. Ал бірақ біз қателесіп кеткеніміз үшін дұрыс емес теңдіктер жазып қоятын едік. Сол үшін өте маңызды. Қазір енді есептің берілген шартындағы сандық мәндерді қойып, есептің өзін шығарамыз. Енді былай қарайық. Яғни бізде EC бөлінген AE2-ге тең. Бірақ бізде мына жерде EC CE тұрғанымен мына жерде біз енді қараймыз. Астында AC тұр. EC бөлінген AE, яғни 2-ге тең болса, онда біз оларға мынандай мәндер бере аламыз. Мысалы, EC AE-ден 2 есе үлкен деген сөз ғой. Демек біз мына жаққа 2x деп алсақ болады. 2x деп алсақ, онда AE бізде жай ғана x болады. Енді дәл осылай, онда AC-ны тауып алсақ болады ғой. Демек бізде AC нешеге тең? AC 3x-ге тең. Демек біз мына жаққа CN-ді де білеміз, AC-ны да білеміз, және екеуін x арқылы жаздық. Демек x-тарды бізге кейін соңында қысқартуға болады. Жазайық. CE бізде неге тең? CE 2x. CE бізде 2x-ге тең. AC бізде 3x-ге тең. Бұл біз үшін өте қолайлы. Біз мына жақта жай ғана x-тарды қысқартып жіберсек болады. Және бұл тең неге? Біз AB-ны іздеп жатырмыз. E-ді бізде онсыз да берілген екен. E-ді мына жаққа жазып алайық. 4 бөлу 3 деп. Және бізге AB-ны табу керек. Сөйтіп, біз бір теңдеуді таптық. Яғни бір ғана белгісізі бар. Теңдеуді тауып алдық. Оны шығару үшін жай ғана бүйтіп көбейтеміз осылай. Қарама-қайшы етіп көбейткен кезде табамыз. 2AB дегеніміз бізде неге тең? 3-тен 4 көбейту 3. 3-тер қысқарып кетеді, сол кезде 4 шығады. Осы жерден AB-ның 2-ге тең екенін тауып алу қиын емес. Демек бізде AB қабырғасы 2-ге тең. Алдағы видеоларда тағы да бір сабақ осы өзара үстас үшбұрыштарды тағы талқылайтын боламыз. Сол үшін әзірге осы. Келесі видеода кездескенше.